Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл аймақ бота тайлағаннан есен ба? Түркістан облысында болған жағдайды өздеріңіз естіген шығарсыздар. Өте өкінішті. Жанып кеткен адамдар, енді оны айтпасам да сіздер де біліп тұрсыздар. Артық қайырлы болсын. Не дейміз басқа? Соғыс болып жатқан жерде бұндай нәрсе болмайтын шығар деп ойлаймын енді. Алдыңғы жылы 5 бала жанып кетті ме? Жылда болып жатыр ғой, жылда қайдан болып жатыр. Тағы да елде бір жағдайлар болып жатыр. Айтпақшы, Америкадағы бір жаңалық айтып салайын, содан кейін бағанағы сөз жалғастырам. Америка үкіметі екі жаққа бөлініп айқай-шу шығаратын екі парламент, партия дейікші, екі партия қазір бірігіп Ресейден кім тауар алып Ресейге тауар сататын болса, кез келген тауар, соған 500% санкция саламыз дегенді мақұлдайын деп жатыр екен деп айтты. Трамп айтты, мен де одан хабармын. Егер екі партия мақұлдаса, мен де мақұлмын дегенге келтірді. Және де Американың ұлттық барлауының, біздің тілмен айтқанда, жасырын қызметінің бастығы бір қыз екен, әйел кісі сол айтыпты. Ресей егер Америкаға қоғамдық көрсететін болса, Санкт-Петербург пен Мәскеуді бір күнде жоқ қыламыз депті. Жермен жексен қыламыз деп айтыпты. Алдында осы сөзді кім еді аты? Владимир Медведев еді. Кім еді аты? Сол айтқан еді, біз жынымызға тисеңдер Американы жоқ қыламыз деген еді. Енді Америка бері қарап айтып жатыр. Бұдан бір орыстың өзінің телеграм порталында видео салып қойыпты. Ол жерде великий русский народ қаруды ешекпен әлі тасып жүр екен. Енді ешекпен тасып жүріп анандай әңгіме айтса, атпен тасып жүргенде білмеймін қандай әңгіме айтатын енді. Жалпы әңгіме былай болып тұр. Орталық Азия, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстанда қазір қытайларға қарсы бір қырғызды қытайлар өлтіріп кетіпті деген ақпарат шығып, қырғыздың құқық қорғау органдары қытайларды ұстап жатыр. Енді осыған байланысты Сатар Жапаров өзінің ойын білдіріпті. Қытайдан келгендерден қорқуға болмайды. Қытайдан келген адамдарды Қырғызстанның құқық қорғау органдары бақылап отыр. Бұл жайтты сыртта жүрген адамдар провокацияға жол бермеңіздер, Қытайдан қорықпаңыздар деген ғой. Сөйтіп айтып келе, қырғыз халқы да әлеуметтік желілерде бізге қарағанда көбірек шу шығаруда, неғып келді, кетсін деген сияқты. Және де Атажұрт партиясын, тіркелмеген Атажұрт партиясының мүшелері, енді бұл жаңалықты мен енді қате айтпасам, бір 30-40-тан асқан әлемдік ақпараттарда жарыса жазуда, әлі де жазуда. Қытайға барып Қазақстанның азаматы қамалып қалған. Оны енді Қазақстан сыртқы істер министрлігіне барса, енді жауап ала алмаған ғой. Енді қанағаттандыратын жауап бермеген. Одан кейін Атажұртқа барған, тіркелмеген Атажұрт партиясы өздерінің наразылығын білдірген. Дұрыс деп ойлаймын. Наразылығын барлығымыз білдіруіміз керек. Бүкіл әлем шулап жатқанда қазақ комментарийда мықты болмай, телефоныңды алып видео түсіріп өзіңнің ойыңды айту керек деп өзім ойлаймын. Шонжыда 4-5 күн болып қалды. Сол жақта Қытайдың туымен Си Цзиньпиннің портретін өртеді. Біздің елдегі тұтқындалған адамды қайтарыңыздар деді. Енді Қазақстан құқық қорғау органдары айтып жатыр. Қамағаны қамап, штрафқа салған штрафқа салып жатыр. Енді одан басқа амалдар қалмады деп ойлаймын. Енді ары барды, бері берді, біздің сыртқы істер министрлігіне барды. Олар қанағаттанарлық жауап бермеді. Сөйтіп әлемді
өздерінің Қытай Орта Азияны, Қазақстанды басып жатқан көрсету үшін және де Қытайда қамалып қалған адамның мәселесін шешу үшін Атажұрт партиясы сондай акцияға барды деп ойлаймын. Дұрыс, мен де қолдаймын. Қытайға қамалған қазақ шықсын, алдында да аты кім еді, жеңіс қой деймін, жеңіс. Осы 3-4 ай алдын бекен или одан көп бұрын бекен Қытайға барып таяқ жеп, екі аяғы істей алмай қалып, ақыл есінен айырылып келген. Енді оның мәселесін біздің сыртқы істер министрлігі не істеді білмейді екен, бірақ халық ақша жинап жүріп, әрең дегенде есін жиғызып, емдеп шықты. Қытай білген істеп жатыр, әңгіменің ашығы. Қазақстанға келіп та енді жүр. Біздің Қазақстанға келіп, мен ойлаймын, еркін жүр, олар, оған кезетін ешкім жоқ деп ойлаймын, кезбейтін де шаруаларға. Одан кейін сол Атажұрт партия, тіркелмеген Атажұрт партиясы визасыз режимге қарсы болды. Кезінде Тоқаев, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанға визасыз режимге кіре берсін деп рұқсат беріп қойған. Енді бізден сұрамады ау. Бізден сұрамай біраз нәрсе істеп жатыр ғой енді. Ресеймен союзды мемлекет болдық деген сияқты ғой. Жалпы қазағым, ойбай қазағым, сен болмасаң нетер едім, қазақ болып тумағаннан нетер едім дегендер комментарийдан телефондарыңызды алып, видео түсіріп, безвизовый режимге қарсымыз деп видео түсіріп салыңыздар. Мен де салайын деп тұрмын міне. Енді әр адамның құқығы, мен қарсымын, өзім қарсымын. Бопты Қытай кезім, бірақ визамен 1 айға кеп кетсін болды. Одан кейін 3 айдан кейін бірақ кіретін нәрсе істеу керек. Қазір Қырғызстан сондай екен. Қырғызстанға барасың, біраз жүріп қалып шықсаң, 1 ай жүруге рұқсат бар, одан кейін қайтып шықсаң, 3 айдан кейін қайтып кіргізеді екен. Енді Қазақстан азаматтарына сондай болып жатыр деп мен өзім естідім, бір танысымыз барып қайтты. Енді қытайларға қалай болып жатыр білмеймін енді. Қытай қаптаса бір 30-40 жылдан кейін не болатынын біз білмейміз. Кезінде Қытайдың қазір Қытайдың жерін, барлық Қытайдың жері емес, ол жерде неше түрлі ұлттар болған, біз білетін, біз білмейтін ұлттар болған. Солардың барлығын енді Қытай соғыспен жаулаған жерлері де бар шығар, бірақ көбісінде сауда соғысымен жаулап алғандар. Сондықтан қазақ оянып емес енді. Бір телефоныңды алып видео түсіре алмасаң енді білмеймін. Білмеймін. Қазір осы видеоны 3-4 мың адам көріп жүр. 3-4 мың адам телефонына видео түсірсін. Мен қарсымын, Атажұрттың қамалып қалған адамдарын шығарсын деп талап етемін деп. Мен де талап етемін, шығарсын. Олар енді ешқандай заңға қайшы ештеңе істеген жоқ. О, айдалаға барды деген сияқты ғой. Жалпы сондай. Осы 3 мың қазақ бітті, 4 мың қазақ көретін шығар ары кетсе. Видео түсіріп салыңыздар. Атажұрт партиясын, тіркелмеген Атажұрт партиясының адамдарын босатсын, және де Қытайдың визасыз кірген режиміне мен қарсымын, өз басым қарсымын. Визамен кірсін, 1 ай кіре ма, визамен кіріп, одан шығып кетіп, 3 ай, 4 айдан кейін кіруге мүмкін рұқсат. Безвизовый режим кіріп алып, білген істегенге мен қарсымын. Және де Қытай азаматтарына, басқа ұлттарға қалай айтсам екен, Қазақстан азаматтығын беруге де қарсымын мен негізі. Ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл өте керекті нәрсе. Ойларыңызды, телефондарыңызды алып айтыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Түркістандағы қайғылы қазаға біздің де қарнымыз ашып тұр. Енді ондай нәрсе қайталанбасын. Халық ояу болсын жіберші. Халық, сіз ояу болыңыз, біз ояу болайық. Сол кезде түзейтін нәрсені түзейміз. Жақсы.